Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Түгелбаева Дәметкен Ерболат қызы. Бүгін сіздерге кітаптайым бөлімінде мен қазіргі таңдағы балалар психологы Елжас Ертайұлының «Баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле» деген кітабына шолу жасайтын боламын. Ендеше кеттік. Ең алдымен кітаптың мұқабасына назар аударайық. Бұл жерде суретте өте керемет таңдалған, яғни қызы айнаға қарағанда анасын көреді, ол айнаға қарағанда әкесін көреді. Яғни кітаптың атауына байланысты баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деген мағынаға саяды. Және де маған кітаптан ұнайтын осындай орысша закладка дейді ғой, келген жеріңді белгілеп қоятын лента. Әрі қарай кете беретін болсақ, бірінші мазмұны берілген, сосын осындай QR кодтар берілген, яғни бұл QR кодтар арқылы сіз ютубтағы Елжас Ертайұлының кез келген видеосын көре аласыз. Сонымен қатар әр тараудан кейін тапсырма беріліп отырады. Сол тапсырманы міндетті түрде орындасаңыз практика жүзінде пайдасы тиеді. Осы QR кодтарды теру арқылы біз кино көре аламыз, яғни бала тәрбиесіне қатысты кинолар. Жалпылай алғанда кітап осылай. Қандай да бір маңызды қазына тапсаңыз, оны дереу туған туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөліскеніңіз жөн деп автор өзі айтып өткендей, мен де осы кітапты оқығаннан кейін дереу өзімнің ютубтағы көрермендеріме жолдауды, айтуды жөн көрдім. Бала тәрбиесіне қатысты әлеуметтік сауалнама өткізіліп өтеді. Сол жерде сол әлеуметтік сауалнамаға 1400-ден аса адам қатысады. Және де соның 39.6%, яғни 600-ден астамы мүлдем бала тәрбиесіне қатысты кітап оқып көрмедім дейді. Соның алтақ адамы, яғни бала тәрбиесіне қатысты 10-нан аса кітап оқыдым деп жауап береді. Бұл статистикаға сүйенетін болсақ, әрине шошитын жағдай. Осы баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деген Елжас Ертайұлының кітабы да негізінде ата-ана тәрбиесіне қатысты, яғни ата-ана өзін тәрбиелеуге қатысты. Ал егер мен кітаптың атын сол ата-ананы тәрбиелеуге қатысты деп қоятын болсам, ешқандай ата-ана алмас еді дейді. Ал балаға келген кезде баланы тәрбиелеуге ата-аналар алады деп автор өзі солай кітабында көрсетіп өтеді. Осы баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деген кітап өте жеңіл тілде жазылған, яғни барлық ата-ана түсіне алады, кәдімгідей ауызекі тілде жеңіл, түсінуге ыңғайлы жазылған. Осы ешқандай артық психологиялық, педагогикалық терминдер жоқ, барлығы жеңіл тілде түсіндірілген. Және де осы әр тарауды оқып отырып, тапсырмаларды орындай отыра, сіз бұны теория жүзінде де, практика жүзінде де іске асыра аласыз. Сонымен қатар QR кодтағы киноларды көрсеңіз, тіпті ерекше кәдімгідей сол әлемге кіріп кетіп, өз-өзіңізді бақылауда ұстап, кәдімгідей сондай ерекше бір бақылауда ұстайсыз өзіңізді, шынымен өзіңізді тәрбиелеуге тәрбиеленесіз. Былайша айтқанда 40 күнге арналған жоспарлары бар. Кітапты беріліп кәдімгідей оқыған адамға бұл кәдімгідей үлкен үлес әкелетіні сөзсіз. Автор Елжас Ертайұлының мен бала ұғымын дұрыс түсініп жүрміз бе дегеніне қысқаша тоқталайын. Яғни бала ұғымын біз қазіргі таңда дұрыс түсініп жүрміз бе дейді. Көп семинарларға қатысады ғой, енді сол кезде ата-аналардан сұрасам, олар біз материалдық жағдайының барлығын өтеп жүрміз, ішкіздік, жегіздік, тойғыздық деген кілең материалдық жағдайларын айтады. Ал материалдық жағдайын толтырып қою ол тек қана қажеттілік, ал балаға басқа да қажеттіліктер бар, яғни психологиялық, сезімталдық, түрлі баланы түсіну деген сезімдері бар. Ол сезімдерді біз түсініп жатқан жоқпыз деп көрсетеді. Баланы ішкізсем, жегізсем болды деген сияқты материалдық қана нәрселермен шектелетін ата-аналар қазіргі таңда көп деп санайды. Сосын бала проблема деп айтады. Бала проблема деп айтатын балдарының жасы үлкен болған ата-аналар дейді. Ал балалардың жасы кіші болған ата-аналар қайдағы бала проблема, бала ешқандайда проблема емес деп айтады дейді. Себебі бала өскеннен кейін оның кішкентай кезінде бағаланбай қалған түрлі мінез құлықтары шыға бастайды да, ол проблемаға айналады. Яғни ата-ана баласына сен проблемасың деп айта берген сайын ол өзін проблемамын деп есептейді. Яғни осы кезде баламен қалай тіл табысу керек, қалай сөйлесу керек, қалай оның ішкі жан дүниесін түсіну керек, соның барлығы негізінде кішкентай күнінен бастау алады. Соны егер түсініп осы кітапты алып оқитын болсаңыз, кішкентай күнінен балаңызды түсінуге тырысып, өскен кезде ешқандай да проблема туындамас үшін, балаңыз досыңызға айналу үшін, балаңыз бөтенге емес досыңызға айналу үшін, кітаптың авторы айтқандай сырласып, психологиялық жағдайларын да түсініп қабылдауыңыз керек. Бұл кітапты мен оқығанда жеке сол Елжас Ертайұлының өзімен тікелей сөйлесіп отырғандай болдым. Себебі сұрақ қояды да, өзі кітапты жауып тастап, осы сұраққа жауап бер дейді. Кәдімгідей біреу бақылап тұрғанда жауап тастап, соған жауап беріп, сосын қайтадан жалғастырып оқып, ішіне өзім
кәдімгідей қызығып кеттім. Осы кезде маған ұнағаны өзіңнің баланың тәрбиесінде басты ұстанатын 5 қағиданы, баланың қандай болатыны туралы 5 қасиетті ұсын дейді да. Мен өзімнің 5 қасиетімді жаздым. Сосын өзінің 5 қасиетін атап өтеді. Сол кездегі бірінші қасиет ерік-жігер дейді. Мен расымен де бұл жауапқа таң қалдым және дұрыс деп есептеймін. Неге дейді? Себебі балада ерік-жігер болу үшін ата-анада ерік-жігер болса, балада да ерік-жігер қалыптасады. Ерік-жігер дегеніміз не? Ол орысша сила воли дейді ғой. Яғни мысалы мен айтам, мысалы мен күніне таңертең жүгіремін деп өзіме қиын нәрсені аламын да, бірақ жүгіру керек, ол денсаулыққа пайдалы, бірақ мен жүгіре алмаймын. Мен немесе ерте тұра алмаймын, бірақ ерік-жігерімді шыңдау арқылы мен тұрамын деп өзімнің ерік-жігерімді шыңдап, тырысып, солай істейтін болсам, ол әдетке қалыптасып келеді. Яғни мен өз-өзімді жеңдім, ерік-жігерімді жеңдім. Солай бізден үлгі көрген балада солай өсіп қалыптасатын болады. Егер де өскен кезде жаман әдеттерге барып жатқан кезде де өзін дер кезінде тоқтата алады. Яғни біз ерік-жігері мықты ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Қалған қасиеттерді өздеріңіз оқып аларсыздар. Бұл ешқандай да жарнама емес. Қазақ тілде бұндай кітаптың шығуы мен үшін өте қуантарлық жағдай. Және де көп оқырманның болып, көп ата-аналардың оқуы бұл да үлкен пайда болар еді. Бұл кітап 3 тілде аударылған. Автор Елжас Ертайұлы Абай Құнанбаевтың мына бір керемет сөзін негізге алады. Ол адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға 3 алуан адамнан мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Және осының ішінде ең қайсысын өзі жақсы көрсе, содан жұғады дейді. Яғни ата-ана, құрбы, ұстаз. Және де осыған байланысты бала тәрбиесіне атсалысатын адамдарды, яғни бірінші ата-анасын, ата-әжесін, қоғамдағы рөлі және де ұстаздық рөлін кітапта жеке-жеке бөліп қарастырады. Олардың рөлі қандай болу керек деген сынды. Мен ұстаз болғаннан кейін де бұл кітап маған үлкен пайдасын тигізеді. Және де қазіргі таңдағы ұстаздарды бір жағынан сынайды, сынауы да орынды деп мен санаймын. Бұл кітапты алыңыздар, пайдаларыңызға жаратыңыздар. Теория жүзінде, практика жүзінде де қолдана біліңіздер дегім келеді. Рахмет. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнамнан алыстамаңыздар. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Рахмет. Сау болыңыздар.